Ел намысын байрақты бәсекеде желбіретіп жүрген жамбылдық спортшылар да аз емес. Олардың қатарында самбо күресінен әлем чемпионатының 2 дүркін жеңімпазы Нұржан Қазбеков, қол күрестен әлем чемпионатында бірінші орын иегерлері Нұрсая Баймұрат, Ақерке Оразғалиқызы, каратэден әлем чемпионатының бірінші орын жеңімпазы Дилара Бақыткерей мен еркін күрестен әлем чемпионатының бірінші орын иегері Нышанбек Мырзахмет бар. Осы сынды бокс, самбо, қол күресі, дзюдо, қазақша күрестен әлем чемпионы, Европа, халықаралық жарыстарда кикбокс, дзюдо және бокстан 3 жеңімпаз ауданнан шыққан. Сонымен қатар Азия чемпионатында самбо күресі, қазақша күрес, бокс, қол күрестен 7 жеңімпаз бар. Қазақша күрес, дзюдо, кикбоксингтен Қазақстан чемпионатында 6 жеңімпаз жүлделі орындарға ие болды. Ауданда бұқаралық спортпен шұғылданушылардың үлесі 38,6% құрайды. Жыл басынан 203 іс-шара мен 5 спартакиада өтіп, 12.710 адам белсенділік танытты. Өңірде 174 спорт нысаны тұрақты түрде жұмыс істейді. 14 пен 18 жас аралығындағы 6458 жас спорттың түрлі бағыты бойынша қосымшаға қатысуда. Спорт мемлекеттің мәртебесін, ұлттың намысын айқындайтын, халықтың жанкүйерлік рухын көтеретін, деннің саулығын нығайтатын ең басты көрсеткіш. Сондықтан бұл салаға айрықша көңіл бөлінуде. Серпілісте жоқ емес. Биылғы жылдың өзінде Сұлутөр, Гродикова, Айша Бибі ауылдарында спорт кешені бой көтерсе, Айша Бибі, Түрксіб, Аса, Тоғызтарау, Қаратау, Қызылдихан ауылында кіші футбол алаңы ашылды. Ал Түрксіб пен Тастөбе, Шайқорық, Гродикова ауылдарында балалар ойын алаңшасы тұрғызылды. Ағымдағы жылы жыл соңына дейін Өрнек, Қаракемер ауылдарындағы әмбебап спорт кешендері пайдалануға беріледі. Алдағы жоспардың еншісінде 2024 жылы Тастөбе, Қызылқайнар, 2026 жылы Ақбұлым ауылында спорт кешенінің құрылысы басталса, 2024 жылы Ерназар, 2025 жылы Ақбастау, 2026 жылы Ащыбұлақ, 2027 жылы Тоғызтарау ауылында модульдегі ангар типтегі спорт нысаны соғылмақ.